Байқауымыздың 3-ші маусымда өскемендік өнерпаздарда қазақ әндерін насихаттауда зор үлестерін қосқан еді. Оған эфирден өздеріңіз де куә болдыңыздар. Репертуарында эстрада жұлдыздарының репертуарынан өзіне әндер қорын жинақтай білген Вероника Ботинкованы қарсы алыңыздар. Вераның орындауында Алматының түндері әні. Келер мекем, қайда жетір құм қайдам, қайрым кеш Алматының, саған жетір түн қайдам. Ай жұлдызы жымдаған, Алматының түндері ай, түн үйкімді орлама сен, түн үйкімді орлама. Кештер жанға қайда жағымдам, қайталан басарман кештер арна саған әнімдім. Ай жұлдызы жымындаған Алматының түндері ай, түн үйкімді орлама сен, түн үйкімді орлама. Ай жұлдызы жымындаған Алатауды шыңдарында шамдар жайнап тұрғандай, келбетімді құмартамын, сағыныштан бір қанбай. Ай жұлдызы жымындаған Алматының түндері ай, түн үйкімді орлама сен, түн үйкімді орлама. Ай жұлдызы жымындаған Алматының түндері ай, түн үйкімді орлама сен, түн үйкімді орлама. Ай жұлдызы жымындаған Алматының түндері ай, түн үйкімді орлама сен, түн үйкімді орлама. Түн үйкімді орлама сен, түн үйкімді орлама. Түн үйкімді орлама сен, түн үйкімді орлама. Байқаудың тағы бір тұрақты талапкері ақты сынға шыққанша үлкен дайындықтан өтті. Ол дайындығы тек кетпеді. Нәтижесінде бүгін сіздермен бірге. Композитор Қайрат Жүнісбековтың Арман Дүйсеновтың сөзіне жазылған әні «Достарым» орындайтын Ұлан Исин 142-ші мектептен. Қол соғып қарсы алыңыздар. Бала кезден бір көзге